Assalamu алейкум замандастар. Бүгін сіздер менен болған уақия хақында айтпақшымын. Өзге бір әйелді сүйіп қалып, өз әйелі менен ажыраспақшы екенлігін айтуға келген еркектің басынан өткен уақиясы һәм соңғы пұшайманы хақында сөз барады. Жұмыстан келгенімде әйелім кешкі ас тамақ таярлап жатыр екен. Жақындап барып бір нәрсе айтуым керек дедім. Әйелім қасыма отырды. Айтар сөзім оның жүрегін ауыртатынын түсініп тұрман. Бірақ қанша қиын болса да айтуым керек еді. Әйеліме қарап ажырасайық дедім. Бұл сөзді естіп әйелім ашуланбады. Қарсы бір сөз де айтпады. Тек себебін сұрады. Еш нәрсе айта алмағандықтан әйелім өкпеледі. Басқа әйел менен жүретінімді, оны жақсы көріп қалғанымды айта алмадым. Әйелім түні менен жылап шықты. Бірге өткізген 20 жылдан кейін ажырасуы қиын болатыны түсінікті. Оның алдында өзімді айыплы сезіндім. Оған машина, үй-жай және компанияның 30% үлесін беретін келісім шартты таярлап та қойдым. Бірақ ол қағазға бір қарады да жыртып тастады. Екеуміз бір-бірімізге бейтаныс адамдарға айландық. Оның маған кеткен уақытына, күш қайратына жаным ашыды. Бірақ жүрекке бұйрық беріп болмас дейді. Әзір басқа жанды жақсы көріп қалғаным рас еді. Ертесі күні үйге кеш келдім. Әйелім стол басында бір нәрселерді жазып отыр екен. Еш нәрсе айтпай бөлмеме барып ұйықладым. Таң атқанда әйелім келіп маған өз шартын ұсынды. Ешқандай материалдық затқа әлемейтінін, тек ажырасқанымызды бір айға дейін ешкімге айтпай жасырып жүруімізді сұранды. Осы уақыт ішінде жақсы шаңырақларға ұқсап өмір сүруімізді ілтимас етті. Бұның себебі жалғыз баламыз бір айдан соң үлкен оқуға тапсырacak екенін. Сол экзамені кезінде шаңырақ ішіндегі мәселесі, оған жаман тәсір етпесін деген ниеті бар екен. Мен келістім. Екінші шарты де бар екен. Үйленген күні есіктен үйге оны қолыма алып кіргізгенімді есіне түсіріп, бір ай бойы оны қолыма алып бөлмемізден есікке дейін апарып жүруді сұранды. Басында есінен айырылған ба деп ойладым. Бірақ өткен жылдарымыздың хүрметіне разы болдым. Әйелім маған қойған шарты туралы сөйлесіп жүрген сүйікіліме айтып едім. Бір күлді де, әйелің қияли адам екен, деп мазақта етті. Ақыры әйелім менен ажырасып кететініме сенімді болғандықтан, ол да бұл шартты орындауыма келісті. Бірінші күні ешқандай сезімім қалмаған еді. Әйелімді құшағыма алу қиын болды. Көтергенімде қасымда тұрған балам бізге қарап, бір-біріңізге деген сезімдеріңіз қандай күшлі деп қуанышын жасыра алмады. Бұл сөздер ішімді күйдірсе де келіскеніміздей әйелімді үйден есікке дейін құшағыма салып алып жүрдім. Үшінші күнде келді. Оны құшағыма алғанымда ішімде бір сезім пайда болды. Өмірімнің 20 жылын маған арнаған әйелімге не деген ажайып бір сезім пайда болғанын сездім. Келесі күні ішімдегі сезім күшейе бастады. Болашақ сүйікіліме бұл туралы айтқан жоқпын. Әйелімді күннен күнге көтеріп жүру, әйелім екеумізді де бақытқа бөлей бастады. Бір күні оның не қылсам екен деп ойланып тұрғанын көрдім. Бұрынғы киімдері өзіне кеңейіп баратырғанын айтты. Расында да, соңғы күндері қатты азып кеткенін мен де сездім. Ажырасқанымызды ойлап, соның уайымында азып қалған шығар деп ойладым. Күннен күнге әйелімді құшағыма алып жүру үйіміздің бір дәстүріне айланды. Әйелім ұлымыздың қасына шақырып, күлімсіреп құшақлады. Оны құшағыма алып ұстағанымда тура тұрмыс құрған жылдарымыздағыдай бір сезім келді. Соңғы күн, яғни 30-ші күнде келді. Оны есікке дейін апарып атырған кезімде әйеліме барлығы үшін кешірім сұрадым. Үйден шығып сөйлесіп жүрген сүйікіліме бардым. Әйелім менен ажыраспайтынымды айттым.
шаңырағымыздың әлсірегені сезімдеріміздің жоқлығынан емес, бір-бірімізді бағалай алмағандығымыздың себебі екенлігін енді түсінгенімді айттым. Әмде сөйлесіп жүрген сүйекіліме машина, үй-жай әмде компаниямның 30%-лік үлесін беретіндігімді айтып үйден шығып кеттім. Жолдан бір гүл алдым. Арасына сені өмірімнің соңына дейін құшағымда ұстайтын боламын деп жаздым. Үйге барып бөлмеме қарай жүгірдім. Әйелім төсекте жатыр екен. Қасына бардым. Қарасам дем алмай жатыр екен. Қорқып кетіп тез жәрдем шақырдым. Тез жәрдемдегі докторлар болса, әйеліңіз 4 айдан бері ауыр хастеменен ауырғанлығын айтты. Тағы да бұл ауруы өтлесіп кеткен екен. Сол себеплі бұл өмірден көз жұмған. Өз уақытында әйелімнің денсаулығына бейпарва болып, өзге әйелменен уақыт өткізіп, өз әйеліме көңіл бөлмегеніме, өз уақытында қадіріне жетпегеніме қаттыға өкіндім. Сол себеплі достар, алдыңыздағы аққан судың қадіріне жетіп жүрейік, бағалап жүрейік. Келесі видеоларда көріскенше сау саламат болың. Лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.